Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен өте дәмді маринадталған скумбрия атты балығының рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін келесі ингредиенттер қажет болады. Скумбрия балығы, пияз, сұйық май, хош иісті бұршақ, сірке суы, су, лавр жапырағы, сарымсақ және тұз. Алдымен пияз, скумбрия балығын және сарымсақты турап аламын. Скумбрия балығы алдын ала тазартылған. Содан кейін терең ыдысқа туралған пияз және балық бірнеше қабаттарға саламын. Және бетіне хош иісті бұршақ, лавр жапырағын, сарымсақ және сұйық май қосамын. Терең ыдысқа ингредиенттердің бәрін салып болғаннан кейін бетіне құятын маринад дайындаймын. Су алдын ала қайнатылған. Бөлме температурасында суға тұз қосып, әбден араластырып ертіп аламын. Тұзды ертіп болғаннан кейін уксус қосамын. Барлық аталған ингредиенттердің пропорцияларын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Маринад дайын, бетіне құйып, бір тәулікке тоңазытқышқа қойып қоямын. Бұл рецепт бойынша маринадталған скумбрия балығы өте дәмді болып шығады. Отбасыңызға ұсынып дайындап көріңіз. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.